Армысыздар менің құрметті көрермендерім, Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Туған қызыма анасы екенімді айта алмай жүрмін. Біз отбасында 7 ағайындымыз. Мен үйдің 3-шісімін. Әкеміз Рахымбек өмірден ерте кетті. Анамыз Гүлбаран жетеумізді жалғыз жетектеп жүріп жеткізді. Әкем дүниеден озғанда үлкен ағам 17 жаста болса, кенже інім 1,5 жаста ғана еді. Анамыз бізге жетімдікті көрсеткен жоқ. Әкеден ерте қалған соң ба, бізде ерте есейдік. Анамызға қолғанат болдық. Мен мектепте жақсы оқысам да жоғарғы оқу орнына түсе алмай, бірнеше жыл колхозда жұмыс істедім. Ол кезде қалаға кететін жастар аз, көбіміз ауылда еңбек етуші едік қой. Сөйтіп колхоздың қойын қырғып, анда-санда мәдени шараларға қатысып жүрген жастық шақта мен өзімнің махаббатымды жолықтырдым. Менің жүрегімді жаулаған жігіт қара торының келбеттісі, ұзын бойлы келісті жігіт еді. Есімі Қанат. Қанат екеуміз ауыл клубындағы жастарға арналған би кешінде таныстық. Уақыт өте келе таныстығымыз достыққа, достығымыз махаббатқа ұласты. Сөйтіп жүргенде мен Алматыға оқуға, ол әскерге кететін болды. Екеуміз екі жақта жүрсек те бір-бірімізге хат жазысып, отбасын құруға сөз байластық. Мен Қаскелең қаласындағы мәдени ағарту училищесіне оқуға түстім. Студенттік кезіміз тура 1986 жылғы көтеріліспен тура келді. Ауылда қалған анам мен бауырларым мен үшін шыбын жандарын шүберекке түйіп әбден қорқып жүріпті. Жастық албырттық қой, патриоттықпен алаңға да шықтық. Бірін айтып біріне кетіппін-ау, менің айтайын дегенім бұл емес. Сонымен оқуды аяқтайтын уақытта жақындады. Сүйіктім әскерден оралды. Мені іздеп қалаға келді. Сол кезде училищеде өзіме сабақ берген мұғалімдерім, «Ей, сен қыздан бірдеңе шығады. Біздің саған демеуіміз болсын. Сен оқуыңды қарай жалғастыр. Қалада қал» деп қолқалап жатты. Бірақ мен өзімнің 2 жыл күткен жігітімді оқумен қалай айырбастаймын? Анамның да, балалардың ішінде тәуір оқығаны сен едің. Оқуыңды жалғастырсаңшы дегеніне қарамастан, Қанатпен қол ұстасып кете бардым. Сонымен үлкен әулеттің босағасын келін болып аттадым. Ата-енем қаталдау, қайынаға, абысын ажын, қайындарым мен қайын-сіңілдерім көп. Бәріміз бір үйде тұрып жатқанымызға қарамастан, мен Қанатқа тұрмысқа шыққаныма бақыт дедім. Өйткені мен оны шексіз сүйдім. Мен жарымды сүйгендіктен кім не деп жатса да көңіліме алмауға тырысып, үндемей жүре беретінмін. Қанаттың алдында 3 ағасы бар. Біз үйленгенге дейін 5 жыл бұрын Тұрсын деген ағасы отбасын құрған. Алайда нәрестелі бола алмай жүр екен. Үйленгенімізге 1 жыл болғанда Қанат екеуміз бөлек шықтық. Жұмысымызға жақын маңда Николай деген ақсақалдың үйі бар еді. Сол кісінің бір бөлмесін жалға алып тұрып жаттық. Сөйтіп жүргенде бір күні аяғымның ауырлағанын білдім. Қуанышымда шек жоқ. Бар ойым жақында сәбиімізді дүниеге келетін Қанатқа жеткізу. Қуанышты жаңалықты естігенде күйеуімнің қуанғанын көрсеңіз, бақыттан басымыз айналып, қуанышымызды туған туыспен бөлістік. Бірнеше ай өткеннен кейін шай үстінде абысыным Айман, жақында біздің баламыз дүниеге келеді, атын кім деп қойсақ екен деді. Мен ойымда ештеңе жоқ, біздің бала сіздердің балаларыңыз ғой дедім де қойдым. Осыдан кейін туған туыстың арасында Қанаттың баласын Тұрсын асырап алады екен деген сыбыс тарапты. Енем де маған ылғи ойлы көздерімен қарап отыратынды шығарды. Ал Айман болса менің ішімді сипалап, ол ма, қыз бекен, түрі кімге ұқсайтын болады деп бәйек болып, қай айда туылатынын санап, есі шығып жүрді. Бір күні Қанат, орал, біздің баламызды Тұрсын мен Айман асырап алайық деп өтініп жүр. Сен қалай қарайсың? Оларда 5 жыл болды, бала жоқ. Берсек қайтеді? Бізде әлі көп бала болады ғой жаным деп төмен қарап тұр. Мен шынымды айтсам, дәл сол сәтте не дерімді білмедім. Үнсіз отырып қалдым. Одан кейін, егер өзімнен келіп сұрайтын болса, келіспеймін, баламды ешкімге бермеймін деп өзімді іштей қайрап жүрдім. Тұңғышымның туылар сәті жақындаған сайын бойымда қорқыныш билейтін. Сонымен не керек?
1987 жылдың қыркүйек айында тұңғыш қызым дүниеге келді. 9 ай бойы құрсағымда көтерген балапанымның жүзіне қараудан жалықпайтынмын. Күндіз-түні сәл көзім ілініп кетсе, құлынымды біреу алып кетердей шошып оянатынмын. Сол кездерде жаңа босанған әйелді қазіргідей 2-3 күнде перзентханадан шығарып жібермеуші еді ғой. Кемінде 10 күн перзентханада жататынбыз. Осы 10 күн бойы бір күн құрғатпай қайнағам мен абысыным келіп жүрді. Күнде тамақ, балаға киім-кешек алып келеді. Қызыма ананы әкелдім, мынаны әкелдім деп абысыным дәрігерлерге жалынып жүріп, біз жатқан бөлмеге кіруге рұқсат алады. Бір күні қызымыздың атын Айдана қоятын болдық деді. Оған да үнсіз келістім. Тура перзентханадан шығатын күні абысыным, қайынағам, күйеуім, енем төртеуі келді. Енем мен абысыным бөлмеме кірді. Енем асықпай орындыққа отырды да: «Қызым, мына менің немеремді Тұрсынға бересің. Бүгін туу туралы куәлігін жаздырарда әкесі Тұрсын, шешесі Айман деп жаздыр» деп қысқа қайырды. Енем жарықтық адуынды кісі еді, оған қарсы келмек түгілі бетіне тік қарай алмайтынбыз. Ол кісі айтты, бітті, іштен тынып жасыма тұншығып үнсіз қала бердім. Сонымен перзентханадан перзентімнен тірідей айырылып құшағымда сәбиімсіз шықтым. Перзентханадан шыққан соң бізді ата-енем, қайнағам мен абысыным тұратын үлкен үйге алып келді. «Бала 40-нан шыққанша емізіп осында боласың, сосын өз үйлеріңе барарсыңдар» деді енем. Сол 40 күн қалай зуылдап тез өтті десеңші. Туған-туыс жиылып Тұрсын мен Айманның баласын 40-нан шығарды. Ал менің халімді ойлаған тірі жан жоқ. Анда-санда қанатқа көзімнің қиығын салып қоямын. Онсыз да сөзі аз, мінезі тұйық, онда да үн жоқ. Бала 40-нан шыққан соң қипақтап жүріп жиналып, Қанат екеуміз өз үйімізге қайттық. Ертеңінде Қанат таңертең ерте жұмысқа кетті. Мен үйде өзімнің дертіммен жалғыз қалдым. Жылап-жылап көзім күптей болды. Омырауымды көрген сүт көздің жасындай тоқтаусыз ағып, кеудемді жуып жатты. Осылай бір апта өтті. Баламды сағындым, көргім келеді, иіскегім келеді, көкірегім өртеніп барады. Ештеңеге зауқым жоқ. Ешкіммен сөйлеспеймін, тыңдамаймын. Есім ауған адамды есеңгіреп жүрдім. Сөйтіп жүріп бір күні көрші ауылда тұратын төркініме тарттым. Үйге кіре бергенімде ағамның 2-3 жасар қызы алдымнан жүгіріп шыға келгені. Әлгі жерде Айко деп еркелететін кішкене қызымызды құшақтап алып солқылдап жылап қоя беріппін. Байғұс анам маған қарап: «Балам-ай, сормаңдайым-ай, осынша өзіңді қинағаның не? Неге бердің сәбиіңді? Бір ауыз бізбен ақылдассаң қайтер еді» деп мені жұбата алмай әлек. Қатты жылап шаршағаным соншалық сөйлеуге мұршам жоқ. Тұрдым да ешкімге ештеңе деместен үйіме қайттым. Үйге келіп те қатты жыладым. Даусым қаттырақ шығып кетсе керек, үйдің иесі Коля жүгіріп келіпті. «Оля», ол кісі мені осылай айтатын: «Саған не болды? Балаң қайда? Сенің аяғың ауыр еді ғой. Кім алып алды? Жүр бірге барып алып қайтайық. Жыламашы тек» деп мені басымнан сипап ұзақ отырды. Ертеңінде таңертең тұра сала абысынымның үйіне қалай барғанымды өзім білмеймін. Үйге келсем, бала шыңғырып ешкімге көнбей жылап жатыр. Енем де абысыным да баланы жұбата алмай әлек. Мен үнсіз бардым да баланы қолыма алдым. Бала аздап тыншығандай болды. Қызымды бауырыма қысып емізе бастадым. Бала терлеп-тепшіп асығып омырауымды жұлмалап еміп жатыр. Ал менің көзімнен аққан жас тоқтар емес. Бала әбден ем болған соң балбырап ұйқыға кетті. Мен ұйықтап жатқан сәбиімді емірене бір иіскедім де төсекке жатқыздым. Содан кейін ешкімге ауыз ашпастан үйден шығып кете бардым. Жолда үйіме кетіп бара жатып, енді ешқашан балама келмеуге, емізбеуге өзіме өзім серт бердім. Сол сертімді күні бүгін бұзбай келемін. Уақыт емші дейді ғой, бірақ менің дертімнің бергі жағы басылғанымен ар жағы әлі солқылдап тұр. Қазір Айдана 27 жаста. Тұрсын мен Айманның жалғыз ерке қызы болып өсті. Ал мен Айданадан кейін тағы 2 қызды дүниеге әкелдім. Қазір Қанат екеуміз осы 2 қызымыздың қызығын көріп өмір сүріп жатырмыз.